Күн яхшы болсын, аяулы Ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды бастаймыз. Үрметлі радио тыңлаушылар, өнерлі бикелеріміз деген бөлігімізде бүгін бізде қонақта Қарағас ауылының сүйдімлі бикесі, ераушысы, өнерлі біздің әптеміз, ауылдасымыз Анипет Сагендикова. Сіз, аяулы радио тыңлаушылар, Ноғай районының яшаушылары, оның көплеген жырларын интернетте, концертлерде естігесіз, ama бүгін онымен хабарласу сіздің көңіліңізге етер деп сенемін. Мен Анипет Сагендиковады қош көріп аламын Ноғай ел студиясында, оға сөз бермеге сүйемін. Амансыз ба, радио тыңлаушылар. Мен сізге өзім біраз ұқымда айтып кеткім келеді. Мен өзім туған ауылым Нариман ауылында туғамын. Бала, яслық шағым бұл ауылда өткен. Кішкей заманнан алып мен ерлама сүйетаған едім. Бек ер сүйетаған едім. Өзім тетем Хадижат, енем Рәзиет, олар да екеуді бек ер сүйетаған әдемлер еді. Олтырып сарынлар, бесік ерларын жырлайтаған еділер. Солардың жанында олтырып, мен де оларды бек олардың жырларын жырламаға сүйетан едім. Анам да жырламаға сүйетан еді. Анам маға бесік ерларын, анамның бесік ерлары, жырлаған бесік ерлары мен есімде қалған. Анам маға бет жырлайтан еді. Менің бебем беп сарау, бебем боғы сап сарау, бебем мінген бесіктің бегімейді яп сарау. Менің бебем туыптау, ал көйлегін жуыптау, арыз келте біліптау, бидің қызы кетіптау, би кетіптау, ханның қызы кетіптау, қан төкіре кетіптау. Міне шушы анам жырлаған жырлары есімде қалған. Мен өзім де балаларыма шушы жырларды әрдейімді жаттағанда жырлаймын өзім. Оқу замаларым тоже школада тоже сол жыр затман дүниясында кетті, өтті. Бізде школада хор бар еді. Мұрзадин Асмановтың жетекшілігімен. Үлкен хор бар еді. Ол хорда да біз қатынасқанбыз. Затқа тереклеға барады, әні конкурсларға. Сол заманда әрдейімді біздің школа, Нариман школасы алды барғыды алатан еді сонда, сол школада. Мұрзадин Асманов заманында бек айтылған әдім, композитор. Соң 9-шы класты құтарған заманда мен Махачкала культпросветқа барақ болғаным. Содан мен атамы жібермеген онда. Мен бек сүйгенім сонда сол училище түспегі. Атама айтытан еді. Сен әл барарсың, оқырсың, ясылай, сен әтетерсің, білмейсің бірлікті. Үлкен болып күйеуге шыққан заманда сен ортаға сена қобыз алып үйрексің ме, қолтыңа қобыз алып үйрексің ме деп сөйтіп күлетан еді ма. Соныманда соға да баралмай қалдым. Сонысың мен күйеуге шықтым Қарағас ауылына. Қарағас ауылында міне әлі яшауым ем сол Қарағас ауылында өте жатыр. Қарағас ауылды мен білем, сіздеріне Зиядин Кідірниязовпан ансамбль соның ақында хабарлаңыз. Қарағас ауылда мен көп ерлерді ішледім, школада да ішледім, больницада ішледім, клубта да ішледім. Сол заманда да сол зат жырлап, сол заманларда да жырлап үйретаным. Школада да жырладым, больницада да, клубта да, конкурсларда, Анука девушки несі болған затларда мен сонда да қатынасатан едім. Қараста Зүлфия Әджігеримова манарастым. Ол мені міне әрі өттіп, жыр дүниясына кіргізді. Онымен біз екеуміз бірше Зиядин Кідірниязовпан Кідірнияздың жетекшілігімен Сүйім көздер деген ансамбль түзілді бізде. Сол ансамбльмінде біз көп ерлерде болдық, көп ауылларға баратан едік. Кашарларға баратан едік. Сол заманда сіздің заман кімлер жырлайтан еді сіздің міне затларыңыз? Оны соң ол
Bizim затта клубта кому за 40 деп хор түзілді. Вот сол хорда да біздің ауылдың міне деген жас үлкендері қатынас етті әнерлер. Онда барады Бәдеку абай, Марика абай, Таңару Қазманбетовна, Нұрбекке, Феруза абай жатқан жерлері ярық болсын. Көп ноғай ауылдарда тоже олармен біз көп қатынасқанбыз. Әлімет абайды бар еді. Әлімет абай büyük күшледі жырға. Onun Азамат деген жерін бәр ауылда да хош көріп алады аңылдылар. Соны біздің радио тыңдаушыларға да жырлап естіріңіз да, сол жерді. Азамат деген жерін жырлап берейін сізге. Әлімөнің жерін. Қайты кірпік ау қара қаслы, бұйра шашлы Азамат, қарабыңды ау сағын аман, бір қарашы Азамат. Қарабыңды ау сағын аман, бір қарашы Азамат. Ялым болып ау яна ятыр, яс жүрегім Азамат. Сол ялымды ау тұтандырған, сен сүйгенім Азамат. Міне бұл ерді бек сүйетін әділер. Айгешке дейімді ерлайды, Айгешке дейімді бек спайырды, заңғыраған. Голысы да бек әру. Міне аяулы радио тыңдаушылар, бүгін Әнипет Сагиндикова тілеме сүйемін. Мен білем, ол ятлаулар да yazып, сондай өнері де бар. Беркім бізге бүгін бір-екі ятлауыңызды оқып кеттерсіз. Ауылдасын, әптем, біздің алдын Нариман ауылда айтадылар, саулы өнерлер туғанлар деп. Ама сіз бүгінлерде қараға саудың байлығы. Сол көреді бізді білеміз, қалемің астына шыққан бір-екі ятлауыңды оқып естірсің, қалай олар еді. Ятлауларымша бар, мен о ятлауларымды мен бірді естірмеген біреуге де, бір ерде де оқымағам. Яшауымда да көп қиынлықтар болды. Сол заманда қиынлықтар түскен заманда сол ятлаулар есіңе келеді. Әзіз сіңілерім түйойдым. Сол заманларда мен бір ятлауымды жазған, сол ятлауымды меске оқып кетейін. Тыңдаймыз. Қиналмашы шер жүрек, яраларын яңыртып, Йыламашы сен жүрек, көз ясымды көл төгіп. Йыламай қайтып болайым, янған отта күйген соң, шыдап қайтып тұрайым, юлдызларым сөнген соң. Қобан шашлы, нәзік yüzлі Зүлфирам, сен шамаға қараңыда шырақ едім. Сүйім сөзлі, қара көзлі Альфирам, яшауымда насихатшы кітап едім. Яман ойлар келгенде, янастырмай итедім. Құдайымнан Аллам деп, сізге саулық тіледім. Сіз қасымда тұрғанда, патша кімік шат едім. Ялғыз сізден қалғанда, төмен болды көңілім. Бөрідей болып ұлыдым, боран болып борадым. Қайғыға толған күнлеріммен, бозлай мен қалдым. Айдай күндей ялғызларым, сіз менім жүрегімде, қайтып сізді мұтайым. Айлар, yıllar өтсе де, ал еткен соң амал жоқ. Мен бақтыма разыман, не етейім маңлайыма, менім солай yazған соң. Тек Құдайдан тілеймін, берші маға разылық. Қалған екі тіреуіме дайын болсын емшілік. Көп сау болыңыз, сіңілеріңіздің жатқан ері ярық болсын. Өзекті бұл яшауда өкінішлі вақытларымыз көп боладылар. Амма айтадылар, Алла әдем көтеріп болған шақын береді сынауыт деп. Сізге күш yorayım, қуат, Алладан саулық. Сол екі жігітлеріңізді асырап сақлап, олардың да ұлықларын көргенде күнді алы берсін. Әлді міне анаңызға бағысланған темалар бар болса, оқып естірме сүйес боласыз, Әнипет Мұсақызы. Анама yazғанында тоже өлікке барған заманда мұндай ойларыма есіме келді. Сол үйге келіп мен әрекетлеп сол ойларымды қағытқа жазып алдым. Сол ятлауымды оқып берейін. Әлмен
мен табайым оны. Қай заманнан ниет еткен ойларым, бүгін саға етті менім аяғым. Сымтасыңды сыйпай беріп аяулым, жүрегіме көп ойларды түсірдің. Тақтаметте олтырып сен әруім, көз алдыма озған яшау келеді. Аяулаған жұмсақ сенің сөзлерің, жүрегіме қалай тәттілі тиеді. Көп ойланып яныңда мен олтырдым, бұ яшауды сынау екенін білдім. Яшау үшін күресіп айқасып, азап шегіп жүргенімді мен сездім. Ақ тастарым елпілдеп, кешір мені аяулым, неге яшау қиын деп, қинап сені жүргенім. Кешір мені аяулым, өз ызамман келгенім, хабарласып сенімен жүрегімді босаттым. Айтадылар енет аналардың аяғын астында деп, мен ойлаймын, бүгінгі сіздің өнеріңізге анаңыз да сүйені таңдыр, көзіне таңдыр деп. Енді радио тыңдаушылардың көңілін көтеру үшін бір әру жырыңызды да жырлап кеткеніңізді сүйемін. Міне, мен бір жыр бар, Ватаным деген жыр, Қырым жыры. Сол жырды мен бір бек сүйемін, бек яратамын сол жырды. Сол жырды әлі мен радио тыңдаушыларға жырлап кеткім келеді. Радио тыңдаушылар, сізге сауғалай жырын Анипет Сагындикова. Алыштадан ескен желер yüzüme ұрды, балалықта жүрген жерлер есіме түсті. Мен бұл жерде яшаламадым, яслығыма тояламадым, ватаныма hasret болдым, ей güzel Қырым. Мен бұл жерде яшалamadım, яслығыма тояламадым, ватаныма hasret болдым, ей güzel Қырым. Бақшаларың, ембауларың тұрған бір енет, суларының тазалығы ішсең бір сербет. Мен бұл жерде яшалamadım, яслығыма тояламадым, ватаныма hasret болдым, ей güzel Қырым. Мен бұл жерде яшалamadım, яслығыма тояламадым, ватаныма hasret болдым, ей güzel Қырым. Ой, қалай әру тауысыңыз, соң деді әру әдем жүрегіне етеді, көңіліне етеді. Көп сау болыңыз. Мен бүгін Сагындикова Анипет Мұса қызына, ауылдасыма, әптеме, біздің жараушымызға yorаймын яратушылық жолында үйкөн үстінліклерді. Алла берса, тек Ноғай ел радиосынан туыл, бәрі телевидениелерде де, жоғары ерлерде сөйтіп сесің заңғыраған күнді Алла берсін. Бізде Ноғайда сондай өнерлі, талаплы бикелер көп болсынлар. Аяулы радио тыңдаушылар, сіз де сау болыңыз бүгін бізді тыңлағаныңызға. Бәріңізге де ден саулық, бәріңізге де рәгімлік, елімізге емішлік yorаймын. Аман тұрыңыз.